Адам алейхиссаламның жаратылуы туралы іблістің сол кезде Алла Тағаланың әміріне наразылық танытқаны туралы. Кейін Алла Тағаладан мұрсат сұрап, олар қайта тірілетін күнге дейін маған мерзім бер деп Алла Тағаладан мерзім сұрайды. Аллах Тағала оған иля яумил уақтил мағлум деп мерзім береді. Олар қайта тірілетін күнге дейін емес, яғни сұр екінші үрленетін кезге дейін емес, сұр бірінші мәрте үрленетін кезге дейін берілді дейді саған мерзім. Уақыты белгілі. Сұрға бірінші мәрте үрленетін уақытқа дейін саған мерзім берілді дейді. Жалпы баршамызға белгілі, құрмет жамағат. Аллах Тағала уәдесін бұзбайды ешқашан. Аллах Тағала ешқашан уәдесін бұзбайды. Алла Тағаланың уәдесін бұзбайтындығын жақсы білуші ібліс сол жерде өзінің ішіндегі бүкіл жамандығын ашады. Мерзім күнәсі үшін тәуба ету мақсатында емес, адамға деген дұшпандық үшін сұралған. Осы адам менің абыройымды бұзды, дәрежемді төкті осы жерде, осының кесірі. Сондықтан сол адамға өмір бақи сол сұр үрленгенге дейін дұшпандық жасаймын деген мақсатта соны сол жерде Раббысының құзырында соны айтады. Сондағы сөзін Аллах Тағала келтіреді міне. Қоля фәби ғиззатика, сенің үстемдігіңмен ант етемін деген сөзді айтады. Ғұламалар айтқандай, шайтан білді дейді, өзінде ешқандай үстемдіктің жоқтығына. Сенің үстемдігіңмен ант етемін. Алла Тағаланың үстемдігін мойындауы. Бірақ мына мойындау деген сөздің өзі, құрмет жамағат, теориялық тұрғыдан болады. Сосын имани, бойысыну тұрғыдан болады да. Теориялық тұрғыдан мойындау түкке татымайды ол. Ол мағлұмат, ол ақпарат. Бірақ ол әлі жемісін шығармаған нәрсе. Бірақ иманмен мойындау, бойысынып мойындау деген нәрсе ол басқа нәрсе. Міне сондықтан бұл жерде іблістің білімі сөйлеп отыр да, теориясы. Алла Тағала сенің ұлығыңмен, сенің үстемдігіңмен ант етемін деп. Өйткені Алла Тағала жаңағы берген уәдесін бұзбайды, ол біледі соны. Сол сенің үстемдігіңмен ант етемін. Қандай нәрсеге ант етті десеңіздер, ла уғуяннахум аджмағин. Мен олардың барлығын дейді. Мен олардың барлығын, яғни адамның ұрпақтарының барлығын ақылдарынан адастырам дейді. Сені танымайтын, мойындамайтын, пысқырмайтын дәрежеге жеткізем дейді оларды. Қараңыздар. Хиджр сүресінде осы жерде байланысып кететін әдемі аяты бар. Ол жердегі сөзінде Алла Тағала былай келтіреді. Қоля фабима ағуайтани. Алла Тағала мынандай сөзді айтқан екен. Сен мені ақылымнан адастырғаның үшін. Қараңыздар. Жаңағы жерде адамға сәжде жасамауы, адамға мәртебе беріліп сыналуының барлығын өзінен көріп тұрған жоқ та. Сен мені ақылымнан адастырғаның. Адаммен сынап, әдейі мені сондай жағдайға келтірдің сен деген сөз айтылып жатыр. Сен мені ақылымнан адастырғаның себепті ла узаййинанна лахум фил арди. Жердің бетіндегі өмірді, жердің бетіндегі пайдасыз, мағынасыз істердің барлығын әсемдеп жіберем дейді оларға. Әсемдеу деген сөз бүгінгі өздеріңізге таныс тақырып, тема қылу деген нәрсе. Бітті адамға ол тақырып болып қалады да ол. Ол соның соңына түседі ол. Үй өмір өтіп кетеді солай. Жердің бетіндегі сол бүкіл нәрсені мен оларға солай әсемдеймін. Вала уғуяннахум. Қараңыздар. Сондай-ақ мен оларды ақылдарынан адастырамын дейді түгелін. Бірақ жалпы белгілі адамға Аллах Тағала періштелерге сол кезде сәжде жаса деген кезде ол адамның ұрпағының бәрі бірдей болмайды. Сол жерде Адам алейхиссаламға аманат тапсырылды, өткенде аманат туралы айтылды. Аллаға адалдық деген аманатта.
Осы адалдық деген аманатты ұстап беретін құлдар болады. Бұны ұстамайтын, бұны танымайтын, әйтеуір текке өрсіріп кететін адамдар да болады әрбір заманда. Міне сонда Іблістің сөзі: сенің үстемдігіңмен ант етемін, әлбетте мен олардың барлығын ақылдарынан адастырамын дейді. Ағуа деген етістік түбірі ғой деп келеді өз Құранда. Ақылсыздық деген мағынаны білдіреді негізі. Ақылсыздық деген кезде ол адамда ақыл жоқ деген сөз емес, ол дүниені таниды, ол мамандығын таниды, ол ақшаны қалай табу керек екенін таниды. Түсіндіңіз ғой? Оның ақылы дүниеге керемет нәрселерді істесе береді. Бұл жерде Раббысын танымайды мүлде. Ақиқатты танымайды, дүниеге келудегі түпкі мақсатын танымайды. Дүниеге келудегі түпкі мақсатын танымағаннан кейін адам өшті деген сөз. Көрдіңіз бе? Сол сөзді қолданып отыр ол. Мен ақылдарынан адастырам дейді оларды. Мен олардың ақылдарын алып кетемін. Басқа нәрселерді ойлайтын болады деген нәрсе. Сондықтан Бақара сүресінде Аятул Курсиден кейін аяттар бар, өздеріңіз білесіздер. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ла икраха фид-дин дейді Алла Тағала. Адам баласына ақыл берілгеннен кейін, күлді дәлелдерімді жаратып қойғаннан кейін дейді, өзінде де бойында жетеді дейді дәлел. Ақыл берілгеннен кейін дінде зорлық жоқ дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Дінге зорлықпен кіргізу деген қағида жоқ дейді менде. Адам өз еркімен келу керек, Раббым деп. Мен сол үшін жаратқам дейді оны. Соған солай келуіне түгел мүмкіндігін жасағам дейді оған. Ақылмен сол үшін ерекшеленген дейді ол адам, басқа жаратылыстардан, жердің бетіндегі. Міне сонда Алла Тағала айтады, дінге зорлық жоқ дейді. Сосын баяндайды. Қот табайянар рушту минал ғой. Ар-рушд деген сөз ол ақылдылықты білдіреді. Дүниеге келудегі түпкі мақсатын тану, Раббысын тану, қай жаққа қайтатынын тану. Соны руш деп атайды Алла Тағала. Бұл сана, сапалы сана, саналылық, ақылдылық дейді. Ал-ғой деген ақылсыздық ол. Міне, ессіздік. Соны Алла Тағала айтып отыр. Нақты баяндалды ғой сендерге дейді. Ақылдылық пен ақылсыздықтың айырмашылығы дейді. Қараңыздар, қалай келтірген Аятул Курсиден кейін. Осы қағидадан кейін фәмә якфур бит-тағути. Кім шайтанды мойындамаса, шайтанның ұсынған нәрселерін мойындамайтын болса, ва юъмин биллахи, сөйтіп Алланы мойындайтын болса дейді. Қараңыздар, Аллаға деген иманда болатын болса, фақад истамсака бил ғурватил усқа лан фисама лаха. Сондай бір тұтқан ұстады дейді ол. Оның қолы ол тұтқадан ешқашан ажырамайды дейді. Қараңыз, Раббысы оны ешқашан тастамайды, жәрдемсіз. Дүниеде де, ақыретте де. Әдемі әдеби тілмен сөйлеп жатыр да, сондай бір тұтқаны ұстады дейді ол. Ешқашан ажырамайтын тұтқаны дейді. Аллаху самиун алим. Аллах Тағала естуші, білуші, осы аяттарымнан кейін не істейтіндерің жайлы дейді. Қараңыздар.